Аралас жекпе-жек палуаны Қуат Хамитов 3 жылға сотталуы мүмкін. 18 қаңтарда Алматыда Қуат Хамитовтың адамдарға коронавирусты күшпен жұқтырудың алдын алу мақсатында тікұшақтарға оқ атып, дезинфекциялаушы заттарды ұрып соғуға шақырған ісі бойынша сот отырысы өткендігі туралы ақпарат пайда болды. Ол 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Егер күресуге лайық жағдай болса, ұрыс саласындағы жалғыз күресушімін деп жазған Хамитов өзінің Инстаграм парақшасында. Сондай-ақ спортшы желіде негізгі улауды тоқтатып, адамдардың өлімін қысқарттым деген тек қосылған. Хамитовқа қарсы басты сот ісінің нәтижелері әлі жарияланған жоқ. Өткен жылдың қыркүйегінде апелляциялық шағымдардан кейін спортшы полицияға жеткізілген еді. Хамитов видеоны әзіл деп ақталған, бірақ содан кейін ол сөзінен бас тартпағанын айтады. Спортшы Хамитовтың ісіне қатысты сот отырысы Алматыда өтіп жатыр. Айта кетейік, қазақстандық боксшы Қуат Хамитов желіде таратқан ақпаратқа қатысты Алматы қалалық полиция бөліміне жеткізілді. Полиция тергеуінен шыққан Хамитов журналистерге болған жайт туралы пікір білдірген болатын.